оқушылар? Саламатсыздар. Отырыңыздар. Жаңа сабақта ұстамастан бір топқа бөлініп алайық, тыңдайларыңыздар. Сол шыққан заңдылыққа байланысты оралымыз. Жақсы. Отырдық па? Жақсы, оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын мен мағаула бетшесін бөліп қояйын. Ортаға қалам топтарыңызды қоя қойыңыздар. Мына кімнің ручкасы қаламсағы еңілік. Барлық оқушылардың ұпайларын және ат жөнін жазып отырамыз. Сіздерде мына кімдікі? Дана. Барлық оқушылардың ұпайларын және ат жөнін жазамыз. Сіздерде Малика, барлық оқушы ат жөнін және ұпайларын жазып отырамыз. Жақсы оқушылар, бүгінгі күннің жайын жазайық. Бізде сыбайлас және вертикаль бұрыштар тақырыбымыз. Сыбайлас және вертикаль бұрыштармен жазыла бастайды. Жазып болсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыздың оқу мақсаттары 7-1-1-9 сыбайлас және вертикаль бұрыштар анықтамаларын білу, сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін дәлелдеу және қолдану. Сабақ мақсаттары сыбайлас және вертикаль бұрыштар анықтамалары мен қасиеттерін біледі, оларды анықтайды және кескіндей алады. Енді жаңа сабақ бастамастан бұрын өткен сабаққа қайталап жүргізейік, көпір тапсырмалары арқылы сұрақтарға жауап беру. Бірінші геометриялық фигура бұрыштың анықтамасы. Жауап берейік. Иә, Інжу? Жақсы, отыра Інжу. Бұрыштың қандай түрлері бар? Айдубек. Жақсы, отыра. Сүйір бұрышты қандай бұрышты атайды? Ерасыл. 90 градустан кіші. Жақсы. Қандай бұрышты доғал бұрыш деп атайды? Әділет. 90-нан үлкен 180 кіші. Жақсы, отыра ғой. Қандай бұрышты тік бұрыш деп атайды? Айта ғой. 90 градусқа тек бұрыш. Жақсы, отыра ғой. Бұрыштың өлшем бірлігі? Еңлік. Градус. Градус. Жақсы. Бұрышты қандай құраммен өлшейді? Жақынай. Транспортермен. Жақсы. Бұрышты өлшеу қасиеттері. Қандай қасиеттері бар бұрыштың? Қандай қасиеттері бар? Бұрыштың? Бар? Өлшеу, бұрышты өлшеудің? Иә, Айдубек. Жақсы, отыра ғой. Екінші қасиетін білетін Айдубек? Екінші қасиетін кім айтады? Екінші қасиетін кім айтады? Данар. Бұрыштардың қосындысының градустың шамасымен олардың градустың шамасы Тең болады. Жақсы, отыра ғой. Жақсы оқушылар. Енді оқушылар тақырыпты жазған болсақ, дәптерге сүйір бұрышты салайық. Сүйір бұрышты салайық дәптерге. Салдық па сүйір бұрышты? Енді оның бір қабырғасын созайық. Создық па? Бізден не пайда болды? Бізде екі бұрыш пайда болды. Жақсы. Енді оларды пайда болған осы екі бұрышты сыбайлас бұрыштар деп атайды екенбіз. Сыбайлас бұрыштардың анықтамалары: егер екі бұрыштың бір қабырғасы орта, ал қалған екі қабырғасы толықтауыш сәулелер болып келетін екі бұрыш сыбайлас бұрыш деп аталады. Ондағы О бас нүктесі, О қабырғасы, ортақ қабырға яғни ОА және осы толықтауыш сәулелер бір-бірлерден. Келесі екінші, енді бәріміз тағы да сүйір бұрыштың сызбасын салайық. Салдық па? Енді осы сызбаның екі қабырғасын созайық. Мынау бір
бұрыштар, қарама-қарсы бұрыштары вертикаль бұрыштар деп атайды. Яғни, мына бұрыштар бізге вертикаль бұрыштар деп аталады. Вертикаль бұрыштардың анықтамасы бір бұрыштың қабырғалары, екінші бұрыштың қабырғаларының созындылары болып келетін екі бұрышты вертикаль бұрыштар деп атаймыз. Келесі, енді қарайық, екі жүзі қиылысқанда екі жұп вертикаль бұрыш пайда болады. Яғни бірінші бұрыш пен үшінші бұрыш, екінші бұрыш пен төртінші бұрыш бір-біріне тең болып келеді. Бұлар екі жұп бұрыштар деп аталады. Келесі, енді манағы салған бұрыштарымызды транспортивмен өлшеп қанша градусқа тең екенін анықтайық. Сыбайлас бұрыштың АОБ бұрышы қаншаға тең болды? Әрден ал 50 градусқа тең болды. АОБ 50-ге тең болды ма сен әділет? АОБ 130 градус. Неше? 130 градусқа тең болды. Ал БО-сы 50 градусқа тең болды. Бұлардың қосындысы нешені беріп тұр әділет? 180. Яғни АО-сы бұрышы 180 градусқа тең болса, ондағы АОБ мен БО-сының қосындысы сол 180 градусқа тең болады екен. Жақсы, отыра ғой. Келесі, жаңағы сызған бұрыштар бойынша қорытындымыз осылай болып шықты ма сіздерде? Жақсы. Енді келесі оқушылар жаңағы айтқан сыбайлас бұрыштардың қосындысы, яғни екі бұрыштан тұрады, оның біреуі 150 болса, екіншісі 30 градусқа тең, бұлардың қосындысы қанша градусқа тең? 180 градусқа тең болады екен. Ал вертикаль бұрыштарға олардың жұп, яғни АОБ 45 болса, СО-ды да 45 тең. Бұлар жұп вертикаль бұрыштар деп атайды екен. Келесі енді бізде вертикаль бұрыштар пайдаланады дедік. Солай ма? СО-ды бұрышы 129 болса, АОБ бұрышы да сол 129 градусқа тең болады. Бұлар вертикаль бұрыштар деп аталады. Яғни вертикаль бұрыштардың қарама-қарсы бұрыштары бір-біріне тең болады. Жақсы оқушылар, қолымызға телефондарымызды алайық. QR-код арқылы өзіміздің тобымызға қарай QR-код арқылы тасымалдай боламыз. Бірінші сыбайлас тобы сіздерге бірінші мына QR-код, вертикаль тобы сіздерге мына QR-код және бұрыштар тобы сіздерге мына QR-кодты ашып ішін талқылайық. Шыққан суреттер нені білдіреді? Бүгінгі тақырыбымызға қандай байланысы бар? Және олар қандай суреттер, сол бойынша айтып өтеміз. Бұған 2 минут уақыт. Бұл қандай вертикаль. Жақсы келесі. Бізде өмірдегі ұшақтың жүріп өткенізі, бірақ біздің сабағымызда ол нені білдіреді? Вертикаль бұрышты. Жақсы келесі. Жатпайды. Вертикальға да. Келесі. Айта ойыз. Бұл біздің амаждығына байланысты. Ол вертикаль бұрыштар. Жақсы. Келесі. Ал бұл жатпайды. Себебі бұл басқа суретпен. Келесі. Бұл көздің көруіне Көздің көру қабілетіне байланысты. Сол еді. Жақсы тұрағы. Сіздерде? Иә. Бұл не? Сыбайлас бұрыш. Нені білдіреді? Суреттегі нәрсені не зат? Иә. Жақсы. Келесі?
burish arqali ko'zimiz ne istaydi ekan? Ko'rmaydi ekan. Ya'ni buni kundalik umrda qo'llanib yurgan bizning kartinalarimiz. Kelesi sınav жақсы, ол бізде өмірін беріп шыққанмен вертикаль бұрыштарды береді, өмірде көру үшін сояма. Бұл да вертикаль бұрышты береді, ауаны жинақтап шығаратын суретіміз. Жақсы оқушылар, келесі тапсырма. Бұл тапсырманы, бірінші тапсырманы барлығымыз топ болып шығарады, яғни сіз екеуіңіз топ емес, сіз екеуіңіз жұп боласыз, сіз үшеуіңіз бірге жұп боласыздар. Сіздер де екеуіңіз жұп боласыз, сіз үшеуіңіз жұп боласыз. Сіздер де екеуіңіз жұп боласыз, сіз үшеуіңіз жұп болып шығарады. Ал шығарамыз тапсырманы. Бұған 3 минут уақыт. 3 минут уақыт. Жақсы. Болып қалдық па? Сіз болдыңыз, ә? Жоқыңызбен. Біреуіңіз тақтаға шығара қойып, кім келеді? Біресе. Келе ғой, кеңілік шығарамын дейді. Ал, тазалық. Қандай істерді тексереді ма? Жақсы. Аяқ. Бұл есептің ұпайы 3 ұпай. Игорь, давай. 3 минут. 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 3 minutes. 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 3 min
birinchi burchlar тобы bitirdi. Sizlarga жақсы inju bo'ldi, жарайсың inju. Sizlarga әдет, шартты, жақсы. Sizlarga endi kelесі екінші burchning мәнін topasiz. Иә. Жақсы, амандық жарайсың. Енді екінші burchning мәнін topsақ, толық шығаруға болады. Жақсы. Бірінші burchlar тобынан тақтаға шығып көрсететін оқушылар ма? Келе ол, Бекас. Қаттыңдар? Енді оны көмесін бұна жегесін. Екінші шаш. Неше шығады? Иә. Иә. Енді иксте. Үш икстің мәнін табамыз енді. 3 көбейту 45. Неше шығады? Тең. Неше бар? Дұрыс. Сол тұрағы. Яғни, сыбайлас бұрышымыздың бір бұрышы нешеге тең? 45-ге, екінші бұрышы 195 градусқа тең. Жақсы оқушылар, барлығын шығарып болса, келесі сабағымызды қорытындылап, мына тестке жауап бере қоямыз. Әркім жеке өзінің дәптеріне жауап бере қояды. Көрініп тұр ма? Бірінші сұрақ, суреттен вертикаль бұрышты көрсетіңіз. Мына жерде мына екі бұрыштың арасы ашық тұр. Мұнда да ашық тұр. Қолыңызда сіздер? Жақсы. Қолыңызға бәріңіз? Барлығын жетеді болады. Болдық па? Сіздер сыбайлас тобы болдыңыздар ма? Вертикаль тобы? Болдыңыз. Енді көршілеріңізбен ручкаларыңызды алмастырамыздар, концерттарыңызды. Алмастырамыз. Ауыстырамыз. Мынаған бері ол? Иә. Енді мен жауабын айтайын, сол қанша белгілейді. Ауыстырып болдық па? Ал тексеріңіз. Бірінші суретте Г жауабы, мынау В жауабы. Вертикаль бұрыш. Белгіледік па? Плюс пен соңдай отырамыз тексеріп. Екінші суретте сыбайлас бұрыш. В жауап бұл жерде де. Үшінші суретте мынау қанша градусқа тең? 180. Бұл жерде А жауап 127. Дұрыс па? Төртінші суретте 138 Б жауабы. Белгіледіңіз ба? Қанша ұпай болды? Бағалау бетшесіне жаза қойыңыздар. Бағалау бетшесіне жазып қояйық әр ұпайды. Бағалау бетшесіне жаза қояйық. Жақсы, сіздің топ болдыңыз ба? Ал бағалау бетшесі беруге еңбек. Кім қанша ұпай жинады? Жақсы, еңлік. Бағалау ұпайы бойынша еңлікте барлығы 3, 1, 4, 8 ұпай. Аянада 4 ұпай. Бегарыста 5 ұпай. Аяруда 2 ұпай. Дарханда 3 ұпай. Сіздерде? Соң қарады қостыңыздан? Жақсы. Вертикаль тобына Данарада 2, 3, 6, 8 ұпай. Інжуде 3, 4, 5, 6 ұпай. Ерасылда 3 ұпай. Дарханда 4, Айбөлбекте 6 ұпай екен. Сіздерде?
7, әділетте 8 ұпай, жатқын айда 6 ұпай. Жақсы, бағаларыңызды білдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыпқа кері байланыс берсеңіздер, яғни бүгінгі тақырып бойынша сіз нені білдіңіз, нені білетін едіңіз, және не үйрендіңіз. Не үйренгіңізге, яғни бап кестесі бойынша білемін, білдім, келеді. Кестесі бойынша өзіңіздің ойыңызды жаза қойыңыздар. Кері байланыс жаза қойыңыздар. Өзіңіздің білгеніңіз бойынша жаза қойыңыз. Не білдіңіз, білетініңіз бұрыннан. Бүгін не білдіңіз? Тағы білгіңіз келетін жаза қойыңыз. Бұрыннан сіз бұрыштар туралы білетініңіз солай ма? Бүгін немен қандай бұрыштармен таныстыңыз? Тағы не білдіңіз? Бүгін айгүрек оқиға өзің кері байланысында. Мен білемін деген қылдым. Мен бүгін сабақта вертикаль және бұрыш және сызбайласты сызып білдім. Сызып Жақсы. Өзің бұрыннан не білетін едік? Бұрыннан мен вертикальдің ережесі. Бұрыннан білеміз вертикальді? Бұрыш түрлері. Бұрыш түрлері. Жақсы, жарайды. Жақсы, келесі тағы болған оқушылар бар ма? Аян айтауы. Мен білдім деген адамдардың себебі мен сызбалас бұрыш туралы аңғарақ білдім. Жақсы. Келесі, иә. Мен осы сабақта сызбаласты вертикаль Вертикаль бұрыштар туралы білдім. Жақсы. Иә, Энджу. Мен осы сабақта сызбалас және вертикаль бұрыштардың не екенін білдім. Ал мен бұрыштардың